Қыран тілегіне қайтпас қанат сыйлайды. Ұстаз шәкіртіне талмас талап сыйлайды демекші. Ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Мен Беккужиева Светлана Әділханқызы, Орал қаласындағы нөмірі 41 мектеп лицейі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің педагог зерттеуші санатындағы мұғалімімін. Ұстаз мемлекетіміздің бірінші байлығы деп саналатын халықтың, ұрпақтың санасын қалыптастырушы, мол жауапкершілік пен қоғамның ауыр жүгін арқалаған тұлға. Осындай жауапкершілігі мол мамандықтың иесі болуды бала кезімнен армандаған болатынмын. Балалық шақтың дәурені өтіп, жастықтың жалынды жырлары келгенде, бала қиялым арманға ұласып, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің табалдырығына жетеледі. Міне, бүгінгі күні бала күнгі көкжиектің сағымындай болған арманым орындалып, ұстаз атандым. Қиындығы мен жеңілі, қызығы мен шыжығы қатар жүретін еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі ретінде оқушыларды өз отанын сүюге, ұлтжандылыққа, ана тілін қастерлеуге, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге тәрбиелеу. Маман, ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым баланы тұлға деп тану, оның пікірі мен санасу, оқушының кішкентай қуанышын, табысын бағалай білу. Осы жолда оқушылармен бірге өткізетін түрлі тәрбиелік шаралардың маңызы зор деп есептеймін. Оқушыларға әлемдік деңгейде өркениетті негізде білім мен тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды олардың бойына сіңіру ұстаз алдындағы үлкен міндет деп білемін. Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Алдыңда отырған әр шәкіртіңнің білімділігі, сауаттылығы, күнделікті берілген сабағымен өзектес болады. Жалқыдан жалпыға, оңайдан күрделіге өрлеуі әр мұғалімнің 45 минуттық сабағының құндылығы болары хақ. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда оқушының шығармашылық қабілетін, балалардың туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыра отырып, ғылыми зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруға бағыт беретін білім беру технологияларын қолдану арқылы дамыту керек деп білемін. Шәкірті өзінен озған ұстаз, еңбегі ақталған ұстаз. Өйткені өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Дарынды да талантты оқушыларымның пәндік олимпиадаларға, мәнерлеп оқу және эссе байқауларына қатысып олжалы оралуы ұстаздық мәртебемді одан сайын биіктете түсуде. Өзім магистратурада оқи жүріп, Отарәлі Бүркітовтың ғылыми шығармашылық мұрасы тақырыбында магистрлық диссертация қорғасам, бүгінгі күні мұғалімдік қызметімде осы жұмысым бастамам болып, оқушыларымды ғылыми ізденіске баулу, ғылыми жоба қорғауға дағдыландыру басты бағытым болып келеді. Соның нәтижесінде шәкірттерім қоғамдағы өзекті мәселелерді қолға алып, соған қатысты ізденіс жұмыстарын жүргізді және республикалық ғылыми жобалар байқауында бақ сынап, жетістіктерге қол жеткізді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай айтқандай, өмірлік ұстанымыма айналған мамандығым бойынша қалтқысыз қызмет жасап, еңбегімнің жемісі мен шәкірттерімнің жеңісін көру мен үшін
шын ұстаздық бақыт деп ұғамын.